Күйеуі тастап кетсе де, ата-енесін баққан қазақ бишісі жайлы не білеміз? Бұл Гүлжан Талпақова, Қазақстанның халық әртісі, даңқты биші. Біріміздің есімізде болса, біріміз ұмытқан болармыз. Өзі атақты биші Шара Жиенқұлованың шәкірті. Биші Гүлжан Талпақова 19 жасында тұрмысқа шығады. Қайын атасы Әнуар Алашорда қайраткері, патша әскерінің подполковнигі Нұрғали Итмағамбетовтің ұлы болса, енесі Гүлжихан Ғалиева эстрада және цирк студиясының іргетасын қалауға атсалысқан жан екен. Бірақ ең сорақысы күйеуі отбасылық өмірдің бірер жылынан соң бишіні тастап, оның құрбысына үйленіп кетеді. Сатқындық жасайды. Гүлжан апамыз 2 баласын құшақтап қала береді. Арада біраз жыл өтеді. Биші екінші рет тұрмыс құрады. Бір күні бұрынғы енесі хабарласып, ауруханада ауыр халде жатқанын айтып, жанында болуын өтінеді. Биші бұрынғы енесі ақтық сапарға аттанғанша жанында болады. Кейін қайын атасы хабарласып, балалары, немерелерінің бар болғанына қарамастан, жалғыз қалғанын айтады. Барлығы тастап кетіпті. Кейінгі күйеуімен ақылдасқан Гүлжан апа ол кісіні де қолына алыпты. Кеңдікті көрмейсіз бе? Бұрынғы қайын атасын үйіне көшіріп аларда Дінмұхамед Қонаев бастаған игі жақсыларды шақырып, әкесі ретінде тануын өтінген екен. Ол кісі де соңғы сапарға бишінің қолынан аттанады. Гүлжан апамыздың бұл әрекеті сан ғасырлардағы нағыз қазақ әйелінің бет бейнесін көрсетсе керек. Қазақ қыздары, қазақ әйелдері, қазақ отанасы міне осындай болған. Ал сіз бұл әңгімеден қандай ой түйдіңіз? Міндетті түрде пікірге ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Құрметті көрермен, пайдалы ақпаратқа толы бейнелер жиі шыққанын қаласаңыз, біздің арнамызға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз. Әңгіме дүкеннің ерекше әңгімесі таусылмасын.